Діни түсінікпен айтқан кезде дінді бұл тек қана белгілі бір қауымға немесе белгілі бір ұлтқа арнап түсірген жоқ. Сондықтан бұл адамзаттық құндылық болғандықтан кез келген адамзат, яғни кез келген азамат өзі саналы түрде ол дінге бейімделе алады. Кез келген қоғамда бұл мұсылмандықтың да бір шарты негізінде. Кезінде мысалы дәл сол айтып отырған лайланбаған бұлақтан су ішкен сахабалардың өзі мысалы ешқандай бірде бір мұсылман жоқ елдерде өмір сүрген. Бұл бізге нені көрсетеді? Мұсылманы жоқ елде өмір сүруге болады, олармен бірге жаңағыдай сауда жасауға болады, тіптен сол арқылы мұсылмандық тараған. Мысалы мұсылмандық ісімен дейді ғой, енді ол ісімен көрсеткен мұсылмандықтың қалай екендігін. Ал енді біз қазіргі жастарымыз, қазіргі кейбір азаматтар ойлайды, біз жаңағыдай өзіміз дұрыс емеспіз, сол дұрыс емес адамға бір жерден барып санамызды толтырып алып келе саламыз. Ол адамның өзінде дұрыс сана болмаса, адамның өзінде имандылық, жаңағыдай мұсылмандық белгілер болмаса, ол қай жерге барса да, ол мейлі жаңағыдай Меккенің түбінде, Кағбаның түбінде өмір сүрсе де, ол толық мұсылман болып саналмайды. Сондықтан жаңағыдай исламның қайнар бұлағын, таза бұлағын іздеу, ол өзінің жүрегінен іздеу керек адам. Басқа шетелден немесе басқа жерлерден іздеудің қажеті жоқ. Ол себебі Құдай тағала оны өйтіп қиындатып қойған нәрсе емес. Негізі дінді табу үшін жаңағыдай шетел асып, немесе жаңағыдай қарулы қақтығыстарға, сондай қиындықтарға баратын дүние емес. Ол қандай жерде өмір сүрсе де өзінің қоршаған ортасымен дұрыс қарым-қатынасы арқылы ол мұсылман болады. Ол сол жердегі адамдармен қарым-қатынас жасау арқылы өзінің мұсылмандығын көрсетеді. Мұсылмандықтың талабы сол жерді көркейту, сол жерде мұсылмандықты, адамгершілікті жақсы жаққа қарай өзгерте білу. Сонда ғана сіздің жаңағыдай иманыңыз таразыға түседі деген сөз. Жәннат аналардың аяғының астында дейді мысалы. Ол мұсылман аналардың аяғының астында деген жоқ. Әркім өзінің әке шешесін қадірлеу арқылы, өзінің бала шағасына солардың нәпақасын тауып беру арқылы, адал еңбегімен сол арқылы мұсылмандығын көрсетеді. Ол мұсылман болу үшін басқа жаққа барып мұсылман болу керек екен дейтін дүние, ол түп тамырымен шариғатқа қайшы дүние.